жазылғың келсе, ұйықтататын дәрі саламда ұйықтап қаласың, болды ма? Аниса, шашын. Шайым. Аниса, жүр тамақ ішейік, шай. Сабақтан келдің ғой. Сен неге тұрмай жатсың? Не болды? Жөтеліп атсың ба? Не болды, Аниса? Тамағым ауырып тұр. Жұтын алмай тұрсың ба? Неге тамақ? Мектепте мен мұздай су ішкен ғой. Мұздай су іштің ба? Күн салқын ғой. Қан басың ыстық көрейші. Басың ыстық қой. Шашуынтайдың да мазасы жоқ. Шай тамақ ішпейсің ғой енді. Тамағым тез болсын. Қызуың көтеріліп кетіпті ғой. Шай тамақ ішкің келмей ма? Онда сразу қазір мен скорый шақыртайын, я? Апаның басы ауырып отыр ма, Жошын? Апаның басы ауырып отыр ма? Басы ауырып, қазір скорый шақыртайық. Телефон қайда? Алло. Сәлематсыз ба? Біздің 6-7 жаста қызым дейтін ыстығы көтеріліп, қай жерің ауырып тұр? Тамағым ауырып тұр дейді. Тез келесіз ба? Иә. Иә, қазір адресін айтам, WhatsApp-тан жазып жіберем. Тез келе қойыңызшы. Жарайды. Анисаның басы ыстық, прям қатты, басым ауырып тұр, тамағым ауырып тұр дейді. Қазір врач шақырдық. Қазір қарап, может, дәрі беріп, не болған айтатын шығар. Әйтеуір бір жақсы врач келсін. Скорый де бар ғой, көбісі бір дұрысты врачтар келмейді. Жақсы врач келсе екен. Сәлематсыз ба? Ой, біз аяқ киімді негізі ана жаққа шешетін едік қой. Ай, жарайды, мейлі, кіре қойыңыз. Ауырып атқан қыз қайда, соны айтыңдаршы маған. Мына жақта отыр. Сіз дейтін бірінші ыстығы көтеріліп жатыр. Ыстығын қараңызшы, содан кейін дәрі бересіз, емдейсіз, или укол саласыз. Әй, тұр, өтірік ауыра бермей. Сіз дейтін бірінші дұрыстап сөйлесіп, баламен қай жерің ауырып жатыр деп айтпайсыз екен, я? Менің өз техникаларым бар. Ойбай, еще басыңыздағы да түсіп баратыр. Күле бермеуіңізді сұраймын. Мен бала емдеуге келдім, болды. Адам емдеуге келдім. Сіз мынандай Гуччи коробкаға салып алғансыз ба? Сіз шынымен врачсыз ба? Өзі мынандай пакетте тұр ғой заттарыңыз. Маған артық сұрақ қоймаңызшы. Ойбой, ананы тақпай-ақ қоясыңыз ау қалпағыңызды. Өзім білем, түсіндің бе? Маған әңгіме айтпа. Бірінші температураңды өлшекші сен қыздың. Өтірік ауыра бересіңдер бәрін. Қызым жатта ғой да, жат. Жатқан нес құрсын, түнде бір адамды ұйықтатпай. Құрсын, не? Сіз атыңыз кім деген врач вообще? Не қыласыңдар менің атымды? Инстаграмға белгілеп салып қоям. Белгілей бер, маған бәрі бір, маған сұрай ешкім келмейді, сендер шақырып атсыңдар. Злая доктор екен ғой деп. Сіздің міндетіңіз олай ашуланбаңыз, түнде шақыра бересіңдер, ұйқыдан қалдырдыңдар деп бізге ашуланбаңыз олай. Мен өзім білем, түсінмеңдер ма? Мен адам емдеуге келдім, ол температура қанша болып тұр сен? Аниса, жатта ғой, жат. Жатқан нес, отыршы. Сіз жындысыз ба? Врач болсаңыз болыпсыз. Ауырып тұрғаныңызға қалай сөйлеп отырсыз? Ауырып отыр ғой ол. Отыр деп отырғызып қой. Мен өзім білем, менің дипломым бар, білесіз ба? Дипломыңыз болса болыпты. Сіз врачпын деп өзіңізше болмаңыз олай. Дұрыстап қараңыз балаға, дұрыстап емдеңіз. Бұның температурасы 37,5 болып тұр ғой. Бұл нормальный емес па? Ауырып атса ертең жазылып кетеді ол. Вообще олай бұлдан ашуланып сөйлемеңіз маған. Ауырып тұр ғой енді. Тамағым ауырып тұр дейді, денесі ыстық, тамақ ішпей жатыр. Қарағым, мен уколымды саламда кетсем басты ауыртпаңдаршы, ұйқым кеп тұр. Итак, сендер ояттыңдар мені ұйықтап атқан жерімнен. Ояттыңдар дейді. Сіздің міндетіңіз ол. Шақырған кезде келу. Айтпай, не қыласыңдар? Сірә сендер білмейсіңдер, оқымағансыңдар сендер. Қалайша оқымаған? Біз білеміз, уколдың түрін білеміз. Не салайын деп атсыз, кәні көрсетіңіз маған. Достар.
субтракцион деймін. Мынау дейтін білесіз ба, неше жаста балаға адамдарға салатынын? Білесіз ба, оқығансыз ба? Сіз вообще оқымағансыз. Сіз вообще врач емессіз. Мен врач екенімді өзім білем, түсіндіңдер ма? Сіз дейтін, жоқ, мынау дейтін салайын деп отқаныңыз бар ғой. Үлкен кісілерге салатын уколды салайын деп отсыз мен қызыма. Еще ыстығы түспей жатып, сіз сразу укол салайын деп отсыз. Температурасы 38 болайын деп жатыр, сірә ертең түсіп кетеді. Бұл и так бәрі ауырып жатқан, гриппен ауырып жатыр. Жоқ, сіз бірінші ыстығын түсіріп барып, сосын мынандай емес басқа антибиотик салуыңыз керек. Аниса, жата ғой, жат. Ей, жатқан несі бә, ішсең, ішші заттарыңды. Ане жер төгіліп кетті. Жерге түсіп кетсе, ол бұла береді, ол жей береді. Сіз вообще жындысыз ба? Кімсіз, сіз өзіңше отсыз? Мен ертең инстаграмға белгілеп тұрыңызды түсіріп алып қазір салып жіберем. Инстаграмға, барлық жерге, тиктокқа да салам. Жаңа өзен қаласында осындай злая доктор бар. Мүлде жоламаңыздар, жұмыстан шығарып жіберіңіздер дейді. Бастықтарыңызға шығам. Түсініңіздер. Шыға бер, менің бастықтарымда жоқ вообще. Вообще дұрыс емес сіздікі. Түнде келдім, ұйқымнан қалды деп не салып отқаныңызды да білмейсіз. Сенің қызың манадан бері мен заттарымды шашып отырып, міне әрі баш құрсын, не істеп отырсың? Сіз вообще бар ғой, баламен қалай сөйлесу керек екенін білмейсіз. Міне, жылатып отырсыз, еще. Жыласаң жылай бер, маған бәрі бір екен. Мен сені бақпаймын да. Сіз ештеңе салмай-ақ қойыңыз. Вообще басқа дәрігер шақырам. Кете қойыңызшы бар, келген жеріңізге. Жоқ енді, уколын сала кетсең да. Салмай-ақ қойыңыз. Қазір мен келем, қызымды жатқызып келейін, ана бөлмеге апарып күте тұрыңыз. Сізбен қазір дұрыстап сөйлесем. Күтіңіз мені. Ештеңе салушы болмаңыз. Мен қазір кетсем, сіз вообще сөйлей алмайсыз. Жоқ, сіз күте тұрыңыз, қазір келем мен. Укол мүлде салмаңыз. Отырсың ба, болды аузыңды жап. Не деп отырсың? Сірә вообще ешкім келмейді қазір саған. Анау кетті баласын қарауға. Жап шалдың түсіндің бе? Жап. Жазылғын келсе, ұйықтататын дәрі саламда ұйықтап қаласың, болды ма? Аниса, дәрігер қайда? Ұйықта. Ең күшті ұйықтататын укол салып тастадым. Енді мына жерде бір тонайтын бірдеңелер ұрлап кету керек. Не бар екен? Мына жерде айфон бар. Ол жерде бар ма? Тонап кету керек еді, осы жерде бар ғой. Мәссаған, мынау дейтін менің арманымдағы духи емес пе? Есін көрейші. Ескі қалдама салып алайыншы. Тағы не бар екен мұнда ұрлап кететін? Мынау да менің арманым. Тез ұрлап алып кету керек, тез. Срочно. Мәссаған, алтында тауып алдым, бүгін менің күнім сияқты ғой. Болды, алып кетемін. Все. Тоқта, мана бір кішкентай қыз бар еді ғой. Не бар екен? Шоба жоқ па екен? 1 миллиондық. Жоқ екен. Қандай аяқ киім бар? Модның шмотқа кетуге киінейін ба? Машинаны шықпай қалсайын деп. Одай құсын аяғыма киім, қайда ғой менің аяқ киімімді. Не қатырсың? Кеттім мен. Машина керек. Аниса, не болды бізге? Сен аузың неге бұлай? Неге бұлай болды? Манағы дәрігер ғой. Злая доктор. Заттар қалып қойыпты. салу керек. Ол қайда кеткен тағай? Біз көп ұйықтап қалған сияқтымыз ғой. Мұнда аяқ киімі тұр еді. Жоқ. Есік ашық қалған.
қойған. Достар, Злая доктор келді ғой біздің үйге. Қашып кеткен ол. Давайте тез 2000 лайкқа жеткізіпсаңыздаршы, мен ол докторды тауып алайыншы. Давайте тез лайк басамыз, достар. Бірге сосын ол докторды табамыз, жазасын береміз.